Күн шерефлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін октябрьнің дорты ве Қырым жғалының 950-сі эфирде заман. Қырымда ғайып Римзи Османов сой сопларына Қазандан телефон ашқан. Бұл ақта өз Facebook сәйфесінде құрылтай Меркези Саляв комитетінің елбасшысы Заир Смедля білдіре. Меселенің инжеліклері да беледігіл қатырлатмақ керек ки Сувдақ районының сакины Римзи Османовнен бағылы хаберлеріні сой соплары базар әртесі яғни сентябрінің 26-сындан берлі беклейділер. Дүнебен Ахмеджетте онымен берабер ғайып болған арабасы да тапылды. Бүгін ишғалтілген Қырымда махкемелер конвейері кече Қырымдатар халқының құрылтай Меркези Саляв комиссиясының елбасшысы Заир Смедля махкеме топлашыларының невбетіні бойле адландырды. Бұл енелешті әқтемчегозның іші бойынша махкеме еснасы девам ете, бұнын берабер майыз 18 күні ұйғанлаштырылмаған митингінің тешкел етілмесі бойынша Сания Аметованың іші бақыла, Бақшысырайда есе Қырымдатар халқының межлис азалар бойынша бір қач топлашывлар кечті. 22 сентября были в гостях у Умерова, поздравляли Рифата Чубарова, председателя Межлиса крымско-татарского народа с днем рождения. И в этот же день были выведены из состава Межлиса, приостановлено их членство генерала Амаева, Айдера Джимамбетова, Усмана Якубова. И по этому поводу в Сарае начались судебные процессы. Первый там был Мустафа Маушев, который сказал, что в соответствии со статьей 10 Конституции Республики Крым он хочет, чтобы судебный процесс шел на государственном крымско-татарском языке. Ему это судебное заседание перенесли на 20 октября. Следующие тоже члены Межлиса также настаивали на том, чтобы судебный процесс шел на крымско-татарском языке. Вроде судья уже начинает говорить о том, что это не обязательно. Қырымның юхары махкемесі Вадим Сирукның апелляция шикаетіні қанаатлендірмеді. Шикает она филологик ве лингвистик экспертизаларыны бермеге рет етілгені үшін еланылған еді. Бұл ақта өз Facebook сәйфесінде адвокат Эмиль Курбединов білдірді. Қатырлатам февраль айында Энвер Бекиров, Вадим Сирук, Муслим Алиев ве Эмир Усин Куку яқаланған ділер. Оларыны Русияда террористик оларақ танылған Хизбут Тахрир тәшкелатында иштирак еткенлерінде қабатлайлар. Қырым сакиніне шахси шейлерні ярамададан чықармақ ясағыны махкеме қанунсыз оларақ таныды. Сентябрь 26-сында Одесса Мемури махкемесі Қырым сакиніне ишғал етілген ярамададан Украинаға шахси шейлерні чықармаға ясақ еткен Украин гүмірікчелеріні әрекетлеріні қанунсыз деп таныды. Инсан ақлары бойынша Украина Хельсинки бірлігінің темсілжелері бұл вазиетіні дегерлерге орнек олачағыны қайдеттілер. Уғу қорайжылар бұны инсан ақларының бұзылывыдыр деп айттылар. Америка Қошма Штатлары Русия ile Сүриедегі қан тұқылығының тоқтатылмасы бойынша музакерелеріні тоқтатқанлар. Вашингтон Москваны атеш тоқтатмасы бойынша анлашманың riayet etmemesінде қабатлады. Американың сабыры патлаған, деді Девлет департаментінің спикері Элизабет Трюдо. Вашингтонның невбеттікі адымы Русияға қаршы санкцияларының үветлештірілмесі ақында көзден шығарывыдыр. Қатырлатам сентябрінің 27-сінде президент Асадның ордысы атеш тоқтатуыны бозып, Алеппо шеріне қаршы ұжымыны яныдан башлатты. Бұл іш Рус авиациясының бомбардыман үтівінден сон yapıldı. Росія та сирійський режим обрали військовий шлях, який несумісний із перемир'ям. Вони інтенсифікували напади на цивільні об'єкти, знищують важливу інфраструктуру, зокрема шпиталі, заважають постачанню гуманітарної допомоги мирним жителям. Москва Америка Қошма Штатларының Сүриеде барышық шекелде диалогны тоқтатмақ қарарынен мемнун дегіл. Бұл еле биянат Русия тышышлер назирлікнің сайтында дәржетілген. Бұнымен бәрібер назирлікте қайдеткенлеріне көре Америка анлашмаларының шартларыны бозайды, Русия тарафының фікірінже Обама регионында жаңқны тоқтатмаға істемей. Бұл вақытта есе Русия Сүриеде Са-23 гладиатор зенит ракеталы системаны ерлештіре. Бұл вақытта Fox News телеканалы Америка мемурларына есасланы білдіре.
Ракеталар та ишлетілмеді, ләкин кечкен ратлық күнлері Сүриедікі Тарту шерінің Русияр бей базасына кетірілді. Керчте шерге кіріш ерде бұйық чұқырлар пейда олды, олар қазаларға себеп ола білелер. Ен балабан чұқыр керіш ел ишареті янында йоқы шогынды ерлеші. Бұ себептен араба айдавчылары бұ чұқырны долашмақ үшін қаршыдан келген елдан кечмеге мечбурлар. Та апрель айында ел қызметлері елінің базы чұқырларны яшайыш үшін қафылы олғанны белгіледілер, ләкин тамыр ішлері алып барылмай. Ишғал етілген Қырымның акиметінің аңлатқанына көре, бұл проблема Керіч Ахмежит елінің тамерленмесіне пара йоқ олғаны үшін чызылмей. Сонки 3 ел девамында Ахмежитінің 7-ші шер хастаханесінің базы биналар вазеті Қырым сәкенлеріні шаштыра. Инфекцион бөлігінде ятқан хаста өз палатысыны видеоға чықырып, оны интернетке йолады. Қырым сәкенлерінің қайдеткеніне көре, ишғал етілген ярамадада түббет хұджур вазетке кетірілді, бірде-бір денішмелер көрінмей. Здесь просторные комнаты, светлые стены. Очень чувствительные розетки, когда в них что-то включено. Слышно, как ток идет по розетке. Эта розетка у нас называется Вико. Хорошая, наверное, розетка. Неплохой свежий ремонт. Большие панорамные окна. Не дует. Все отлично. Также здесь есть в палате ванна, которой можно воспользоваться, если что. Шкафы какие-то, места тут дофига. Выдержки закрыли, чтобы не дуло, о нас позаботились. Крым телерадиокомпаниясы Киевден Озишыны ғайрыдан башлайжақ. Телеви-радио яйынлау бойынша Украина Милли Шурасы Украинаның милли телекомпаниялар бірісінің лицензиясыны яндан ресмилештірді. Бұның үшін Қырым телеканалы «Спутник» уйду бастасы еле чалыша білежек. Сабық Қырым Девлет телерадиокомпаниясы Бусенің сонына қадар UA Крым бренд еле ефірге чықажақ. Вона дозволяє вже мовити на супутнику АМОС-2. І кримчани зможуть бачити телеканал. Зараз це державний телеканал, а з 1 січня наступного року це буде вже суспільне мовлення. Дивитися новини, передачі, які будуть пов'язані з Кримом. Бұбызым сонки хаберамазады Невбеттеки Эскендер Меметов еле заман эфиріні қачырмаңыз. Атайрылы олыңыз көрішмек үзіре.